Баршаңызға сәлем достар, менің YouTube арнама қош келдіңіздер. Біз бүгін сіздермен осындай әдемі моншақпен тоқылатын сіледіктің тоқылуын бірге тоқитын боламыз. Бір сыңарын тоқып қойдым мен. Қазір екінші сыңарын сіздермен бірге тоқитын боламыз. Видеоның соңына дейін көрмес бұрын каналыма жазылып қоюды ұмытпаңыз. Бұл сіледікті басы осы жерден басталатын, осылай круг болып айналып, осылай кетеді. Бізге қажетті құрал жабдықтар осындай жіп. Мен иран жібін қолдандым. 100 грамда 300 метр. Тоқыманы ең бірінші бастамас бұрын осылай моншақтарды өткізіп аламыз жіпке бірінші. Жіпке бірінші моншақтарды өткізіп аламыз. Барлығы 55 моншақ болу керек. Сіз өзіңіз қалаған кез келген жіппен тоқи беруіңізге болады. Және бұл сіледікті моншақсыз да тоқуға болады. Қайшы ең соңында жіптерді қию үшін 2-де 5 номерлі крючок. Және де ең бірінші тоқып келатқан қыздар болса, крючокпен осындай дәптермен ручка алып алыңыздар, ұмыт қалмас үшін. Кейін үйреніп алғаннан кейін ол уже қажет болмай қалады бұл. Басында осылай жазып алу керек. Ал бастаймыз. Бірінші осындай жұмыс петлясын түйіншектеп аламыз. Міне осылай. Көреміз. Осылай түйіншек жасап аламыз. Бұл жұмыс петлясы. Бұл есептелмейді. Қазір 4 воздушный петля ілеміз. 4 воздушный петля. 4 воздушный петля іліп аламыз. 1, 2, 3, 4. 4-еу іліп алдық. Енді осының біріншісіне жалғаймызда круг жасап аламыз осылай. Осылай круг жасап алдық міне. Мындай круг болып шығады. Енді 3 воздушный петля көтереміз. 1, 2, 3. 3 көтердік. Енді осы кругтың ішінен 12 столбик с накидом аламыз. Бірінші қатарда 12 столбик с накидом аламыз. Міне осылай круг болады. 1, 2, 3, 4, 5, 11, 12. Осылай 12 іліп аламыз. Осындай кругтың ішінен. Накидпен деген былай. Былай. Іліп аламыз жіпті. Осылай ұстаймыз. Кругтың ішіне кіргіземіз бізімізді. Оған тағы жіп іліп аламыз да. 3 шығады. Бастапқы 2-ін өткіземіз. 2 қалды. Соңғы осылай 1 өткіземіз. Осы кезде айта кету керек. Басында іліп алған 3 воздушный петля осы жолы саналады. Сонда 1, 2 кетті. Енді бізге 10 тоқуымыз керек. 2 тағы да іліп аламыз. Кругтың ішіне шығарамыз іліп, бастапқы 2-ін шығарамыз. Тағы 3 болды. Егер крючокты бұрыннан бері ұстап жүрген болсаңыз, бұл сіледік тоқу қиын емес. 10, 11, соңғы 12-ші.
12-шіні іліп аламыз, міне, іліп алдық. Енді бастапқыда 3 воздушный петля көтердік қой. Сол жерге, міне. Осы жерге, міне. Біріктіреміз. Осылай шығарып аламыз. Соңғы жіптен де осылай шығарып аламыз. Болды. Міне 12 болды. Келесіде бұл бірінші қатар. Бірінші қатарда 12 столбик снакидан болады. Енді екінші қатар тоқимыз. Ол үшін 2 воздушный петля көтереміз. 1, 2. Ошақтайды былай ала тұрамыз. 2 воздушный петля көтердік. Енді осы жерден бұл екінші қатарда енді осылай көтерген воздушный петлялар есептелмейді. Енді осы жерден 2 аламыз. 1 петлядан 2 столбик снакидан аламыз. Жаңағы біріктірген жерден тағы да аламыз. 1. Осы жерден тағы да 1 аламыз. 2. Не. 2 алдық, міне. Бұл жердегі 2 воздушный петля есептелмейді, міне. 2 есептеледі, 2 воздушный петля есептелмейді бұл жерде. Екінші қатарда жаңа 12 болды ғой. Енді 12-нің әрбір бір петлядан 2 столбик снакидан аламыз. Сонда 24 петля болу керек. Столбик снакидан болады. Мынаның ішінде енді 24 болады. Бір петлядан 2-ден алынады. Осылай. Мына жерде 12 болған. Кеттік, міне 2 болды. Келесі осы бір петля, міне. Көрініп тұр. Осы петляның ішінен 2 аламыз тағы да жаңағыдай столбик снакидан. 4 болды. Міне, келесі. 6 келесінен. Көрініп тұр, мынау не? 8 болды. 9, 10. Көріп тұрсыздар ма? Бір петлядан 2 алып жатырмыз. Моншақтар кез келген мата сататын, жіп сататын магазиндерде болады. Қарап тауып алуыңызға болады. Ең бастысы ортасынан жіп өтсе болды. Ең кішкентай 2 миллиметрлік дейді. Әртүрлі түстер болады. Енді осы жерде айта кетейін. Көп қыздар осы жерден қателеседі. Міне 22. Енді мына жердегі жаңа ең бастапқыда біріктірген петлямыз бар ғой, мына жерде міне, мына жерде тұр міне. Осыдан 1 аламыз. 1 столбик снакидан аламыз. Бұл 1 болып есептеледі. Енді жаңағы 2 воздушный петля көтерген жер бар міне. Осыған жалғаймыз. Ол 1 петля болып есептеледі міне. 2 бөлек, мына 3-сі бөлек тұр. Міне. Осы жерге жалғаған петлямыз тағы 1 петля болып есептеледі міне. 1. Одан да өткіземіз. Соединение жасаймыз осылай. Осылай 24 болды. Екінші қатарды біттік. Біз келесі үшінші қатарды тоқу үшін тағы да 2 воздушный петля көтереміз. 1, 2 міне. Енді үшінші қатарда міне. Үшінші қатар.
Жаңа 24 болды ғой, енді үшінші қатарда 30 болу керек. 30 столбик снакидің тоқимыз. Осылай круг жасап алайық, міне. 24 болды ғой, мысалы. Каждыйынан осылай біреу алдық. Екеу. Енді на петлядан екеу аламыз. Қалғанын біреу. Қазір көрсетемін, оны видео барысында түсініп аласыздар. Екі воздушный петля көтердік қой. Енді осы жерден түбінен біреу аламыз. Түбінен алдық. Міндетті түрде түбінен алып отырамыз. Қалдырмаймыз, әйтпесе бұл жер тесік болып қалады. Біреу алдық. Екінші петлядан біреу аламыз, столбик снакидан. Үшіншісінен тағы біреу аламыз. Міне. Мына жерде екі воздушный петля есептелмейді. Міне үшеу алдық. 1, 2, 3. Әр петлядан бір столбик снакидан алдық. Енді келесі төртінші петлядан екеу аламыз. Бір петлядан екі столбик снакидан. Біреу. Екеу. Көрдіңіздер ме? 1, 2, 3. Бір петлядан екеу алдық. Біреу, екеу. Келесі тағы да 3 петля аламыз. Әр петлядан біреуден. Бір, екі, үш. Енді 4 пен 5-ті бірге аламыз. Бір петлядан 2 столбик снакидан. 4. Тағы сол петлядан 5-шін аламыз. 5, міне. Осылай үлкейе береді. Жастықты тұрады осылай моншақтар. Өрнекке келгенше осылай артқа қарай жылжытып отырамыз. Соңғы жағына келдік. Біреу. Екінші. Үшінші. Міне үшеу алдық соңғысында. Енді бір петлядан екеу аламыз деп айттық, я? Соңғысына келгенде алдыңғы екінші қатарда біз жалғадық қой, біріктірдік қой. Осы жерден біреу аламыз, осы петлядан. 4-ші петля бұл. 5-ші бұлай жалғаймыз. Бұл да бір петля болып есептеледі, осылай болады. Барлық 30 болды. Келесі төріне қатар бұнда 36 петля болу керек. Жаңағыдай каждый петлядан 4 қатар 4 петля столбик снакидан аламыз. 5-шісін бір петлядан 2 аламыз осылай. Қазір көрсетемін сіздерге. 2 воздушный петля көтереміз. Көтердік. Енді түбінен тағы да біреу аламыз. Тағы да бір ескерте кетейін. Мына екінші қатардан бастап, мына көтерген воздушный петлялар, бұлар уже есептелмейді. Бұл есептелмейді. Міне бір петля алдық. Бір столбик снакидан алдық. Енді үшеу аламыз осылай. Әр петлядан біреуден. Біреу болды. Екеу міне. Үшеу. Төртеу міне. Төртеу алдық. 1, 2, 3, 4. Енді келесі петлядан 5 пен 6-ны бірге аламыз. Міне 5-еу. 6-нысын тағы осы жерден аламыз. 6-ау. 1, 2, 3, 4. Төртеу. Екеуін бір петлядан алдық. Біреу, екеу. Осылай аяғына дейін кете береміз.
Соңғы жағына келіп қалды, көрсетемін қазір. Міне, біріншісі кетті. Екіншісі кетті. 3, 4. Бесіншісін алдыңғы қатарда біріктірген петля бар ғой, содан бесіншісін аламыз. Алтыншысы былай біріктіреміз. 4 қатар бітті. 1, 2, 3, 4. 4 қатар бітті. Енді бесінші қатар тоқимыз. Бесінші қатар. Бесінші қатарда 42 болу керек барлығы. 6-6-тан көбейіп отырады. Столбик с накидом болады. С накидом. С накидом тоқимыз деген сөз. Петля болады. 42 петля болады. Бұл енді әр петлядан 5 аламыз. 1 петля, 2, 3, 4, 5 аламыз да 6-шы мен 7-шісін былай бірге аламыз. Екеуі бір петлядан кетеді. 5-ші қатар тоқу үшін 2 воздушный петля көтереміз. Біреу, екеу. Түбінен біреу аламыз. Осы жерден, біріктірген жерден. Міндетті түрде ол. Әйтпесе, мына жер тесік болып, әдемі болмай қалады. Келесі. Біреу кетті. Екеу, міне. Себебі мынау есептелмейді. Воздушный петля есептелмейді, сонда екеу деп тұрғаным сол. Үшеу. Төртеу. Бесеу, міне. Бесеу кетті. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 6 мен 7-ні бірге тоқимыз. Бірге аламыз. Не соң бір петлядан бесеу. 6. Екеуі бір петлядан алынды. Келесі тағы да осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. 6-шысын біріктірген петлядан аламыз. 6-шы. Мына жерде тағы біріктіреміз. Үшін 7-ші ой есептеледі. Осылай шығарып аламыз. Енді 5 қатар біттік біз. Осы 5 қатардан кейін ары қарай ешқандай да жіп қоспаймыз. 6-шы қатарда 42 петляны тура осы қалпында тоқып шығамыз. 2 воздушный петля көтереміз. Түбіне міндетті түрде аламыз. Әр петлядан бір-бір столбик с накидом тоқып шығамыз. Соңғы жағына келдік. 6-шы қатарда соңғысында біріктірген петля бар ғой, түбіндегі. Бұл петлядан алмаймыз енді. Бұл петлядан енді алмаймыз. Енді осылай 2 воздушный петляға осылай біріктіріп бірага кетеміз. Егерде мына жерден алатын болсаңыздар, әр қатарда бір-бір петлядан көбейе береді. Үлкейе береді, сосын кең болып кетеді следидің басы. Сондықтан алмаймыз. Осылай воздушный петляға біріктіреміз. Енді бізге 7-ші қатар. Осы кезде біздің өрнегіміз басталады. Бұл өрнекте ең бірінші қатарда міне 10 моншақ болу керек. Көрсетемін. 10 моншақты жақындатып аламыз. Енді осы жерде 7-ші қатар міне. Бізде 6 қатар тоқыдық. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6 қатар тоқыдық. 7-сінде өрнегіміз басталады. Олсын осылай көтеріп аламыз. Бір петля. Бір моншақты бүйтіп қоямыз. Осылай біліп аламыз да бүйтіп моншақты ұстап тұрамыз осылай. Сосын мына петляны өткіземіз артындағы бүйтіп. Осылай өткіземіз. Сосын 3-шісін тағы да іліп аламыз. Енді мына жердегі бір петляға тоқымаймыз.
екіншісіне без накид аламыз. Без накид деген осылай іліп алып, осылай тоқып кетеміз. Тағы да бір воздушный петля моншақты қойып аламыз осылай. Осылай іліп аламыз да, бүйтіп екі қолмен моншақты ұстап тұрамыз. Жіпті шығарамыз. Тағы да үшіншісін іліп аламыз. Келесі бір петля тоқымаймыз, екінші петляға без накид аламыз. Осылай без накид іліп аламыз. Моншақ бір ғай шығады. Келесі тағы да бір петля іліп аламыз. Моншағымызды қоямыз осылай. Осылай екі қолмен ұстап тұрамыз, бүйтіп жібіліп аламыз. Моншақты ұстап тұрамыз да, осы моншақтың артынан бүйтіп өткіземіз. Тағы да бір петля аламыз. Біріншісіне тоқымаймыз, екіншісіне без накид аламыз. Осылай 10 моншақты тізіп шығамыз. Тағы біреуін көрсетейін. Іліп аламыз осылай. Моншағымызды қоямыз да, жібімізді іліп, моншақты екі қолмен ұстап тұрамыз бүйтіп. Осылай жіпті іліп аламыз. Моншақтың артында тұрады осылай. Келесі үшіншісін бірінші, екінші мекке без накид тоқимыз. 4 моншақ алынды. Болды. 10 моншақ болды міне. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Енді соңғысын іліп алғаннан кейін бірден столбик с накидын тоқып кетеміз. Міне осылай іліп аламыз да, осы петлядан міне. Мына жағына жеткенше столбик с накидын тоқып шығамыз. Міне түбіне келдік. Мына жерден біріктірген петлядан алмаймыз. Енді осылай тұрғанда бір воздушный петля аламыз. Біреу аламыз да, мына жіптің артындағы, моншақтың артындағы жіпке бүйтіп ұстап тұрғанда өзі кіріп кетеді арғай. Осылай іліп аламыз моншақтың артындағы петляға. Без накид тоқимыз. Осылай шығарамыз міне осылай. Без накид тоқимыз міне. Енді келесі нәрде кішкентай міне арка пайда болды. Бұл бірінші мына жердегі аркамыз міне. Мына жердегі міне аркамыз. Келесіде 2 воздушный петля аламыз. Одан кейін 3, одан кейін 4. 5-шінде біраз өзгешелік болады, оны көрсетейін қазір. Келесі бір воздушный петля көтереміз. Енді келесіде 9 моншақ болады. 3, 6, 9. Бір моншақтан азайып отырады. Бір петля іліп алдық. Енді былай моншақты қоямыз, тура алдыңғы қатардағыдай. Осылай ұстап тұрамыз да, бүйтіп жіпті шығарамыз. Тағы біреу аламыз да. Енді бұл жоғда осы моншақтың артындағы петлядан аламыз міне. Ұстап тұрып, нетсеңіз алынады. Басында қиын болады. Менде қиналған басында. Дайын уже қолым үйреніп кетті. Осылай без накид тоқып шығамыз. Өткіземіз былай. Артындағы петлядан өткізіп алдым. Егерде сіз моншақсыз тоқитын болсаңыз, онда осы арканың ішінен ала бересіз. Ал егер моншақпен тоқысаңыз, осы артындағы ілмектен алатын боласыз. Келесі біреу көтереміз.
тағы бір моншағымызды осылай қойып аламыз да жібімізді ілеміз, былай моншақты ұстап тұрамыз да былай өткіземіз. Тағы біреу аламыз. Мына жердегі моншақтың артындағы петляға былай ұстап тұрсаңыз өзі кіріп кетеді былай. Осылай кірді. Жібімізді суырып аламыз, без накид тоқимыз. Соңғы 9-шы моншақты өткіздік. Енді жаңа алдында бір воздушный петля алдық қой осылай, арка жасау үшін. Соңғыда тағы да бір воздушный петля аламыз. Осыдан кейін бір воздушный петля, одан кейін барып столбик с накидом кетеді. Мына жерден бастап. Мына жерден алмаймыз, мына жерден бастап аламыз. Бұл жерде де міне арка пайда болды осындай. Мына жақта да осындай арка. Келесі аяғына дейін осылай столбик с накидом тоқып шығамыз. Келдік соңғысына. Осылай алдым соңғы. Енді 2 воздушный петля көтереміз. Біреу, екеу. Енді мына бірінші ілмектің артындағы неге бүйтіп жалғаймыз, без накидпен тоқимыз. Осылай жалғаймыз. Екінші арка пайда болды. Келесі ары қарай алдындағы көрсеткендей істей береміз. Жаңа мына жерде біріншісінде 10, екіншісінде 9 моншақ болды ғой. Енді үшіншісінде 8 моншақ болады. Бір петля іліп аламыз. Моншағымызды қоямыз. Жібімізді ілеміз да, моншақты бүйтіп қолымызбен ұстап тұрамыз. Сосын былай іліп аламыз. Тағы біреу аламыз да, келесі моншақтың артындағы ілмекке без накид тоқимыз. Іліп алдым, міне моншақтың артындағы ілмек, сосын без накид тоқимыз. Келесі тағы да осылай қайталана береді. Міне соңғысына келдім. Жаңа мына жерде 2 воздушный петля алдық қой. Сол сияқты соңында да 2 воздушный петля аламыз. Біреу, екеу. Енді мына жерден алмадық қой жаңа басында. Енді екінші қатарда мына петлядан аламыз міне. Мына тұрған петля бар ғой міне. Мынау тұрған. Осы петлядан аламыз. Бірінші осы жерден бастады. Столбик с накидом. Ары қарай аяғына дейін кете береміз. Басына келдік. Енді мына жерде 2 алдық қой. Бұл жолы 3 аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Келесі моншақтың артындағы петляға осылай жалғаймыз. Без накид тоқып аламыз. Осылай не біріктіріп аламыз. Келесі қатарда бізде 7 моншақ болады. 3, 7 моншақ. Осылай моншақтары бір-біреуден қысқара береді. Ең соңында бір моншақ қалғанша тоқимыз. Іліп алдық. Тура алдындағы қатардағыдай осылай тоқи береміз. Келесі моншақтың артындағы петляға без накид тоқимыз. Біреу көтереміз, моншағымызды қоямыз, жібімізді іліп аламыз да, 2 қолмен ұстап тұрамыз. Келесі жібімізді өткізіп тартып аламыз. Тағы үшіншісін аламыз. Келесі моншақтың артындағы петляға жалғаймыз. Міне соңғысына келдім. Бірінші, екінші. Енді тағы да 3 петля іліп аламыз. Біреу, екеу, үшеу. Енді накидпен тоқимыз. Накид деген былай жіп іліп алып тоқу. Мына жерден бастап тоқимыз. Мына петлядан бастап. Осы петлядан бастап тоқимыз. Мына жақ басына дейін столбик с накидом тоқып келеміз.
Міне, келдік. Басына келдім. Соңғысын тоқып. Енді 1, 2, 3 болды. Енді 4 воздушный петля алып аламыз. 1, 2, 3, 4. Осылай аркалар үлкейе береді. Бірінші моншақтың артындағы жалғап, без накид тоқып аламыз. Осылай біріктіріп аламыз. Келесі моншақ енді бізде 6 моншақ болады. Бір моншақ азайды, 6 моншақ қалады. Алдыңғы видеодағыдай осылай тоқи береміз. Соңына келдік. Тағы да 4 воздушный петля аламыз. 1, 2, 3, 4. Енді накидпен іліп аламыз да, мына жерден іліп аламыз. Осылай аяғына дейін тоқып шығамыз. 5-ші қатарда кішкене өзгешелік бар, оны қазір көрсетем. Аяғына дейін тоқып шығайық. Міне келдім. 5-ші қатары өрнектің 1, 2, 3, 4, енді 5. 5 воздушный көтермес бұрын. Енді біз мына арканың ішінен тағы бір столбик с накидом алып аламыз. Әйтпесе алмайтын болсақ, онда біздің петлямыз қысқарып, следиктің мына жері тар болып қалады. Осы жері тар болып сыймай қалады. Сол үшін мынандай 5-ші қатардан бастап, 1, 2, 3, 4, 5. 5-ші қатардан бастап осындай арканың ішінен де бір столбик с накидом алып алатын боламыз. Арканың ішінен аламыз. Ішінен бүйтіп бір столбик с накидом аламыз. Енді осыдан кейін барып 5 петля аламыз. 1, 2, 3, 4, 5. Бірінші моншақтың артындағы петляға біріктіріп без накид тоқып аламыз. Осылай болып шығады. Енді келесіде бізде 5 моншақ. 5 моншақ. Біреу моншағымызды қоямыз. Ілемізді қол ұстап тұрып, жіпті шығарып аламыз. Үшінші келесі моншақтың артындағы петляға без накид тоқимыз. Тартып отырамыз жібімізді, сонда әдемі болып тұрады. Бос болып кетеді. Міне 5 моншағымды тоқып алдым. 1, 2, 3, 4, 5. Енді 5 воздушный петля аламыз. Жаңа алдындағыдай. Мына жерде 5 алдық қой. Осы жерден 5 аламыз енді. 1, 2, 3, 4, 5. Келесі с накидом арканың ішінен біреу аламыз. Осылай арканың ішінен біреу алып аламыз. Енді мына жерден
мына жерді қалдырмаймыз. Арканның ішіне бүріп алып, мына жерден бүріп аламыз. Осылай аяғына дейін кете береміз. Келесі басына дейін жеткенше. Міне 6-шы қатарға келдік. Арканың ішінен тағы да бүріп аламыз. Бір столбик накидін аламыз. Бүріп алғаннан кейін барып, 6 ілмек санап аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді бірінші тұрған моншақтың артындағы петляға без накид біріктіріп аламыз. Міне. Келесі бізде моншақ, 4 моншақ, е? Төрт моншақ болады. Бір петля іліп аламыз. Бір моншақ. Өткіздік, тағы біреу. Енді осы ілмектің артындағы петляға без накид тоқып аламыз. Келесі моншақты осылай жалғастырамыз. Міне, соңғы жағына келдік. Енді тағы да 6 воздушный петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Енді накидпен бірінші мұны арканың ішінен аламыз. Сосын мұна тұрған ілмектен аламыз. Бұны қалдырмаймыз. Келесі қатарлар осы арканың ішімен бірге алып отырамыз. Мына басына келгенше столбик накидін тоқи береміз. Міне келдік. Енді мына арканың ішінен тағы біреу аламыз. Тағы бір столбик накидін аламыз. Енді 7 петля көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Келесі тұрған моншақтың артындағы петляға жалғаймыз. Без накид. Осылай жалғаймыз. Біреу іліп аламыз. Осы жол бізде 3 моншақ қалады. Келесіде 2 моншақ, одан 1 моншақпен тоқтаймыз. Қоямыз, іліп аламыз, тағы бір петля аламыз. Келесі моншақтың артындағы петляға без накид тоқып аламыз. Біріктіріп. Соңына келдік. Тағы да 7 петля теріп аламыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 петля теріп алдық. Енді арканың ішінен біреу аламыз. Столбик накидін. Одан кейін мына петлядан жалғап әкетеміз. Осылай басына дейін келеміз тағы да. Басына келдім. 8-ші қатар. Арканың ішінен тағы да біреу аламыз. Енді біз жаңа жерде 7 алғанбыз воздушный петля. Енді 8 санаймыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Келесі бірінші моншақтың артындағы петляға без накид жалғап аламыз. Болды. Енді алдындағы недей, видеодағыдай 2 моншақты тоқимыз. Бір петля аламыз, моншағымызды қойып аламыз, жібімізді ілеміз,
моншақты қолмен ұстап тұрамыз да өткізіп аламыз осылай. Бетке аламыз, моншақты қойып жүріңіздер. Соңына келдік. Енді 8 воздушный петляны көтереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Арканың ішінен біреу аламыз. Одан кейін келесі мына жердегі ілмектен тағы біреу аламыз. Бұл жерді қалдырмаймыз. Келесі аяғына дейін мына жерге келгенше столбик үстіне накидын тоқи береміз. Міне келдім басына. 9-шы қатар бізде тағы да арканың ішіне бір столбик үстіне накидын тоқып аламын. Енді 9 воздушный петля тереміз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Келесі моншақтың артындағы петляға үш жерге без накид тоқимыз. Осылай жалғап аламыз. Кешіріңіздер. Келесі соңғы бір моншақ қалды. Бір петля көтереміз, моншақты қоямыз, ұстап тұрамыз қолмен. Осылай өткіземіз де, тағы біреу өткіземіз осылай. Енді келесі моншақтың ілмекке артындағы ілмекке без накид тоқимыз. Артындағы ілмекке іліп алдым. Былай. Без накид тоқимыз осылай. Осылай тартып қоямыз. Тағы да 9 петля тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9. Арканың ішінен біреу аламыз. Келесі мына жерден аламыз енді. Тұр ғой, осы жерден аламыз. Ары қарай келесі басына жеткенше тоқи береміз. Басына келдім. Арканың ішінен тағы да аламыз. Столбик накидім аламыз. Енді бізге 10 тоқуымыз керек. 9-бен тоқтап тұрмыз, 10-шысын қазір тоқимыз. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 тоқыдық міне. Енді 10-шы қатарда ортасына столбик накидін тоқимыз міне. Накид іліп алдым. Осы жердегі соңғы тұрған бір моншақ бар ғой, соның артындағы ілмекке столбик накидін тоқимыз. Міне. Столбик накидін. Бастапқы екеуін іліп аламыз. Тағы да. Осылай столбик накидін тоқимыз. Келесі 10 ілмек тоқимыз тағы да. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Тағы да арканың ішінен аламыз. Бұралып кетті.
аркан ішінен аламыз. Сабырамай ұстап тұруға болады. Біреу алдық аркан ішінен. Енді мына жерден тағы біреу аламыз. Міне, осы жерден тағы біреу аламыз. Ары қарай келесі басына дейін столбик із накидін тоқимыз мына жерге дейін. Міне келдім басына. 10 қатар тоқыдық. Енді аркан ішінен без накид аламыз. 10 без накид аламыз. Осы аркан ішінен 10 без накид аламыз. Мен көрсетейін. Осылай кетеді. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, тоғыз, 10. 10 алдым. Келесінен тағы да 10 аламыз. Біреу, екеу, үшеу, төртеу, бесеу, алтау, жетеу, сегіз, 9, 10. Енді мына петляға бірден столбик із накидін тоқып кетеміз. Осы тұрған петляға. Аламыз да, міне, тұрған петля. Соған бірден столбик із накидін тоқимыз. Келесі басына дейін столбик із накидін тоқып шығамыз, мына жерге дейін. Міне келдім. Осы жерден міне ең бірінші воздушный без накид алған жеріміз бар ғой. Міне осы жерде білініп тұрады өзі. Соңғысын алдым. Без накид алған жерге біріктіреміз. Соединение жасап біріктіреміз. Осылай өткізіп аламыз. Соңғы келесі бізден де бүйтіп өткіземіз. Болды, біздің осымен өрнегіміз аяқталды міне. Әдемі өрнек шықты. Бұл следидің мастер-классының бірінші бөлімі. Егер де сіз видеоның соңына дейін көрсеңіз, міндетті түрде каналға жазылуды ұмытпаңыз. Міне осы. Енді біз келесі бөлімде осы жерден бастап тоқып үйренетін боламыз. Өкше шығаруды қалай аяқтауды көрсететін боламын. Сіздерге сәттілік. Келесі бөлімде кездескенше.